Сәлеметсіздер ме, 3-ші сынып оқушылары? Сабақтың тақырыбы үй жануарлары, жанды табиғат. Сабақтың мақсаты: тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастыру, кесте толтыру. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздермен танысайық. Сиыр, корова; жылқы, лошадь; түйе, верблюд; қора, загон, крытое помещение для скота; қой, овца; ешкі, коза; мал, скот. Менімен бірге тағы бір рет қазақша нұсқасын қайталайық. Сиыр, жылқы, түйе, қора, қой, ешкі, мал. Тамаша. Енді сабаққа қатысты бейне материалды мұқият тыңдаңыздар. Алан, қандай кітап оқып отырсың? Жануарлар әлемі туралы кітап оқып отырмын. Қызықты екен. Керемет. Маған да жануарлар әлемі туралы айтып берші. Әрине, Дана, келе ғой. Қарашы, кітапта жануарлардың суреттері өте көп екен. Ал мұнда қызықты ақпарат жазылған. Жер бетінде жануарлар түрі өте көп. Олардың түрлерінің саны 2 миллионға дейін жетеді. Жануарлар әртүрлі жерлерде мекендейді. Суда, мұзда, орманда, шөлде. Жануарлар жабайы жануарлар және үй жануарлары болып екі түрге бөлінеді. Мен үй жануарларына қой, ешкі, сиыр, жылқы, түйе жататынын білемін. Оларды 4 түлік дейді. Дұрыс, Дана. Үй жануарларын адам қолға үйреткен. Олар адамға ет, сүт, жүн береді. Оларды көлік ретінде де пайдаланады. Ал жабайы жануарлар табиғатта өз беттерінше тіршілік етеді. Олар азықты өздері тауып жейді. Алан, жануарлар дүниесі қандай керемет. Ақпаратыңа көп рахмет. Тыңдаған бейне материал бойынша тапсырма. Берілген жануарлардың суреттерінен қайсысы үй жануарларына жатады? Берілген тапсырманы дұрыс нұсқасымен салыстырып көрейік. Тамаша. Оқушылар, мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Менің атам бар. Ол ауылда тұрады. Атамның малы бар. Қорада сиыр, жылқы, қой, ешкі, түйе бар. Олар үй жануарлары. Ал балалар, мәтінді мұқият тыңдап шықтыңыздар. Ендеше сұрақтарға жауап беріңіздер. Атасы қайда тұрады? Атасының қорасында не бар? Қорада қандай мал бар? Оларды қалай атайды?
Келесі тапсырма оқулық бойынша. 12-ші бет, 2-ші тапсырма. Суретті сөзге айналдырып жазыңыздар. Берілген тапсырманы дұрыс нұсқамен салыстырып көрейік. Керемет! Мәтінді толық игеру үшін тағы бір тапсырманы орындап көрейік. Мәтінге сәйкес екі сөйлемді белгілеңіздер. Егер сіздердің жауаптарын осы нұсқамен сәйкес болса, онда сіздер жетістікке жеттіңіздер. Құттықтаймын, жарайсыңдар. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.